Қосым Шембаев атындағы Екібастұз Тау-Кен техникалық колледж оқушылары енді теориялық білімдерін мына бір заманауи сандық бағдарламалық басқару станогы арқылы іс жүзінде шыңдай алады. Мұндай алып техниканы оқу мекемесіне Проммашкомплект кәсіпорны сыйға тартқан. Станок, который подарил Бұл сандық бағдарламалық басқару станогын біздің кәсіпорын аталмыш колледжге шефті көмек ретінде сыйға тартып отыр. Заманауи жаңа құрылғы арқылы оқушылар металдарды жона алады. Құны 5 миллион 200 мың теңге тұрады. Айта кетейік, колледжде бүгінде 398 студент білім алуда. Жоңғыштарды дайындау үшін оқу мекемесінің өндірістік цехында бірқатар станоктар болғанмен дені ескірген. Сондықтан сыйға берілген жаңа білдек колледж үшін таптырмас құрылғы. Бүгін біздің өндірістегі ең қуанышты күн, өйткені біздің өндіріске жаңа бағдарламалы станок алып келді. Біз сол станокпен алға қойған мақсаттарымызға жетеміз деп ойлаймын. Мен осы колледжда ұлым оқиды. Осы колледждің бірінші курс студенті ұлым Қапаров Мейрамбек. Осы колледжға келіп, осы оқуға түскеніне мен өте қуаныштымын. Және осылай еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы азаматы болады деп сенемін. Мінеки бүгінгі күні санды бағдарламалы басқару станогымен бүгін толықтырылып отыр осы колледжі. Балаларымыз қазіргі заманауи өңдеу технологиясы бойынша алға басу, өндіріс жұмыстарын орындауға мүмкіндіктері болғанына ата-аналар атынан қуаныштымыз. Колледж ұжымы Проммашкомплект серіктестігімен тығыз қарым-қатынаста. Оқушылар кәсіпорында өндірістік іс-тәжірибеден өтіп, кейін тұрақты жұмысқа қабылданады. Бүгінде аталмыш өнеркәсіпте 80-ге тарта колледж түлегі еңбек етеді. 2013 жылдан бастап біз осы дуалды түрде оқыту әдісі бойынша осы мекемемен тығыз байланыстамыз. Осы Проммашкомплектте біздің балаларымыз өндірістік оқыту өтеді, және де біздің мұғалімдеріміз, біздің мастерларымыз осы мекемеде стажировка өтеді, сондықтан байланысымыз өте тығыз. Колледж бен кәсіпорын арасындағы әлеуметтік серіктестік осылайша әдемі көрініс тауып жатыр. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.